Bugün özüm pakerin kırkın және документтерін тапсырмақшымыз. Bu kişiler екі договор ашты, екеуі біріктірді, бірақ Айболат Мырзаның атына үй тіркелді. Үйде кім мықты екенін білдік дейді. Сонымен Айболат Мырза, айналып құтты болсын шаңырақтарыңыз. Қазақта мынандай бата бар екен, іші шаңға, сырты маңға болсын. Үйде кіріп шығатын сізге. Bir тілектеріңіз болса. Екі договорды қосып, біз осындай шешімге келдік. Бірақ 3 бөлмелі пәтер алдық біз. 3 миллион теңге қостық өзіміздің ақшамызды. Біз өте қуаныштымыз. Ең бастысы мен жаңа айтайын дегенім Гүлсезім ханым еді. Сол кісіге үлкен алғысым келген. Жаңа айтып ай сайын келіп, жоқ, біз алып кетеміз деп. Солай айтқан кездеріміз болды. Иә, ақшамызды алып кетеміз, бұл керек емес деп, жер аламыз деп. Бірақ шыдамында шегі бар дейді ғой. Сол кісілердің арқасында одан кейін Темірбек Мырза да қайта кабинетіне шақырып алып, біз ойлап қоямыз, ой, шынымен бар, өтірік па деп. Бірақ негізінде түбінде осы айтты, сіздер аласыздар деп біз келіп, үйді де оңай таптық, ақша да оңай түсті, документінде оңай оформить етіп алдық. Соған қуаныштымыз. Сіздерге жұмысты болсын. Қай районнан алдыңыздар? Арбита 2. Керемет. Екі бөлімнен алынмай қалғанбыз. Көрдіңіздер ме қандай? Алла тағала берсін. Керемет. Сіздерге жұмысты болсын. Амин. Берекелі болсын. Біз өте қуаныштымыз. Құтты болсын. Если бы суд учебный,